Баршаңызға сәлем. Есімім Ақылбек Шыңғыс, Қазақстан тарихының 5-ші апталығы. Шыңғыс хан мемлекетінің құрылуы және ұлыстардың құрылуы. Біріншіден Шыңғыс хан туралы айта кетейік. Шыңғыс ханның негізгі аты Темучин, яғни оны біздің деректерде Шыңғыс хан деп айтып кеткен. Ол моңғол билеушісі. Тек қана Қазақстан тарихында емес, әлемнің дүние жүзінің тарихында өзінің ірі өзінен кейін үлкен із қалдырып кеткен билеушілердің бірі. Яғни оның билік кезінде моңғол хандығы әлемнің ең үлкен империясына айналған. Шыңғыс хан өзінің 13-ші ғасырда өмір сүрген әйгілі қолбасшы, яғни моңғол империясының негізін қалаушы, яғни бүкіл моңғол империясы. Қазіргі мысалы тура біздің Қазақстанның шекарасында Моңғолия бар, оның барлығы осы Шыңғыс ханнан басталған. Ол 1206 жылы тайпаларды біріктіріп, өзінің бүкіл моңғолдардың ұлы ханы деп атап өткен. Және соның билік кезінде моңғол империясы әлемдегі ең ірі құрлықтық империялардың біріне жатқан. Оның елді басқаруы өте ерекше болған, яғни оның бірінші заңдар жинағы болған, ясы заңдары. Және де оның әкімшілік аймақтарға бөліп басқаруы болған. Яғни ол түмен, мыңдық, жүздік және ондық. Тағы айта кететін деректер, Шыңғыс хан ол Қытай, Орта Азия, Сібір, Кавказ, осы жерлер жатқан көптеген жерлердің бәрін жаулап алған. Яғни оның ішіне Қазақстан да кірген, Өзбекстан да кірген, Қырғызстан да, қазіргі Ресейдің де жерлері кірген, яғни жаңағы Астрахан, Қырым, тағы қандай жерлер бар еді? Астрахан, Қырым, Қазан, осы жерлердің барлығы Шыңғыс ханның империясының қол астына өткен. 1227 жылы Шыңғыс хан қайтыс болады, және оның қайтыс болуының себебінен өзінің артынан келген 4 баласына бүкіл жерлерді бөліп береді. Яғни олардың барлығы ұлыс деп аталған. 4 аймақ, 4 ұлыс. Бірінші ұлыс ол Жошы ұлысы болған, яғни ең үлкені, оның үлкен баласы. Оған ол қазіргі Қазақстан жерлерін және де Қыпшақ даласын бөліп берген екен. Одан кейін Шағатай дейтін ұлы бар, оған да өзінің ұлысын бөліп берген. Шағатайдың ұлысы Орта Азияны алып жатқан екен. Үге дейтін де ұлысы бар, ол Қазақстан шығысын алып жатқан, Ертіс бойын алып жатқан, және осы жерлерде Шағатайдың ұлысы болған екен. Ал Төленің ұлысы Моңғолия жерінде болған. Яғни жалпы осы түріктерде өзінің қалай айтсам екен, өзінің сондай әдеті бар ғой. Өзінің баласы ең кішкентай, Төле ол ең кішісі болған, Шыңғыс хан. Ол ең кішісі болғандықтан оның жері сол өзінің қара шаңырақ болған. Қазір де ондай көрсек болады. Үйдің кенжесі өз үйінде қалады, яғни өзі отбасы құрғаннан кейін де өз әулетінде қала береді. Тура солай осы Төлемен де болған. Ол өз жерінде қалды Моңғолияда. Уақыт өте келе ұлыстар тәуелсіз мемлекеттерге айналды, яғни бір-бірлеріне тәуелді емес болып. Және де осылай орталық биліктен бөлініп кеткен. Жошы ұлысын айта кетсек, кейіннен ол Алтын Ордаға айналады, және де оның негізін қалаушы Батый хан болған. Батый хан дейтін ол Жошының баласы, яғни Жошыда өзінің ұлысы болды, және одан кейін баласы Батый хан, ол Алтын Орданы құрды. Яғни Батый хан былайша айтқанда Шыңғыс ханның немересі. Алтын Орданың астанасы Сарай Бату қаласы болған. Мемлекет қазіргі Қазақстанның, Ресейдің және Еуропаның бөліктерін алып отқан, яғни оған біздің ел кіреді, Қырым жерлері кіреді, және де Кавказ жерлері, және де Еуропаның да кейбір бөліктері кірген. 1255 және де 1256 жылдар билеген Берке ханның өзінің еліне жасаған үлестері көп. Бірінші айта кететін үлесі ол сол Берке хан тұсында Алтын Орда ислам дінін қабылдаған. Яғни мемлекеттік деңгейде ислам діні ең бірінші дін болған екен.
және де 14 ғасырларда ел ішінде болған өзара қақтығыстардың кесірінен мемлекетте әлсірей бастайды. Оның үстіне Әмір Темірдің де жоқтар сол кездерге түсіп қалды. Соның кесірінен ел әжептәуір әлсіреп қалған еді. 15 ғасырда Алтын Орда жайбендеп ыдырай бастайды екен. Алтын Орданың мұрагерлері яғни елдерге бөлінеді. Қазан хандығы, Қырым хандығы, Астрахан хандығы, Сібір хандығы және де Ноғай ордасы да ол мұрагерлердің ішіне кірген екен. Жаңа соңында айтып кеткен Ноғай ордасы тарихта да өзінің үлкен орнын қалдырған. 14 ғасырдың екінші жартысында құрылған мемлекет. Негізін қалаушы едіге би болған. Яғни мысалы басқа елдерді айтатын болсақ, бәрінде хан болып жатыр, билеуші, бұл жақта би болған. Яғни едіге би және бүкіл билеушілердің барлығын би деп атаған. Бұл елде ең көп таралған тіл қыпшақ тілі болған. Қыпшақтар өте көп кеңінен тараған. Басқа да мемлекеттерде, мысалы Әбілқайыр хандығы айтып өтеміз одан кейін де. Ол жақта да қыпшақтар өте көп болған екен. Жалпы осы халқы негізі түркі тайпаларында болған, және де 16 ғасырдың екінші жартысында ішкі болған таластардың кесірінен мемлекет тағы да әлсірей бастайды, және де соның салдарынан кейіннен мемлекет екі жаққа бөлініп кетеді. Бір бөлігі қазақтардың қастарына бөлініп кетеді, ал екінші жартысы Ресейге қосылып кетеді екен. Қазірде мысалы Ресейді алып жатсақ, ноғайлар ол жақта бар. Ноғайлар бізге жалпы генетикасы, қаны бойынша қазақтарға өте жақын екен. Алайда көбі олардың қазір Ресей мемлекетінің аумағында өмір сүріп жатыр. Моғолстан мемлекеті 1348 жылы Шығыс Түркістан, Жетісу, Іле, Талас, Шу өзендерінің бойларында Моғолстан дейтін мемлекет пайда болады. Мемлекеттің негізін қалаушылары Дулат тайпасынан шыққан әмірлер болып саналады. Мемлекеттің астанасы біріншіден Іле аңғары болған. Көп деректе жазылмайды, негізі Іле аңғары болған еміршен. Содан кейін Алмалыққа ауысқан мемлекеттің астанасы. Бұл мемлекеттің тарихындағы үлкен із қалдырған нәрсе ол Әмір Темірдің жоқтары деп санасақ болады. 1371 және де 1390 жылдардың аралығында Әмір Темір есімді билеуші, Мәуереннахр билеушісі осы Моғолстанға 7 рет жорық жасайды екен. Жорықтардың себептерінен жорықтардың себебі неде болды? Моғолстан Әмір Темірдің билігіне өткісі келмеді, және де осы екі ел араларында өзара шекаралық қақтығыстар болған екен. Осының себептерінің, жалпы жорықтардың себептерінен мемлекет әлсірейді, әжептәуір. 1428 жылы, яғни де 15 ғасырдың бірінші жартысында Ақсүйек, шонжарлар өзара жиналыста 17 жастағы Әбілқайыр дейтін есімді сұлтанды хан етіп сайлайды екен. Деректерде Әбілқайыр хандығын өзбек ұлысы, шайбанилер ұлысы, өзбек хандығы деп те атай береді, бірақ алайда ең кеңінен тараған атауы Әбілқайыр хандығы. 1428 жылдар мен 1468 жылдар, яғни 40 жыл өмір сүрген мемлекет. Хандық батысында Жайық, шығысында Балқаш, оңтүстігінде Арал, және де солтүстігінде Ертіс өзендерін алып отты. Оңтүстігінде Арал. Алайда хандық оның алдындағы мемлекеттер сияқты үлкен күшке ие бола алмады, яғни өзара іште қақтығыстар болды, түсініспеушіліктер болды, билікке талас болды. Соның себептерінен саясатта қатыгез бола бастады. Саясат қатыгез болған соң ел ішінде 1465 жылы Керей мен Жәнібек бастаған сұлтандар өзінің тайпасын, яғни қазақтардың тарихы осы жерде басталады. 1465 жылы Керей мен Жәнібек бастаған сұлтандар өзінің тайпасын Моғолстанға алып кетеді екен. Сөйтіп сол жерден жер сұрап өзінің хандығын құрады, қазақ хандығын. Одан кейін болған нәрсенің барлығы ол біздің тарих.